Сәлем қыздар, бізге сухофрукты бизнесін бастау үшін қандай сухофруктылар қажет, примерно қалай сақтау керек, сол жайында таныстырғым келіп тұр. Жалпы сухофрукты кәсібін примерно 1 килодан алып, самый сұраныстағы сухофруктыларды 1 килодан алсаңыздар 50 000 теңгеге спокойно бастауға болады. Ал егер ақша жағына аздау болып тұрса, онда жарты кило, қай букетке заказ түседі, солардың ғана заттарын аз-аздан алып та жұмыс жасап бастап кетсеңіздер болады. Просто ары-бері базарға көбірек жүгіріп қаласыздар. Сухофруктыды базардан көбінесе жабық помещениядан алған дұрыс. Яғни далада сататын кісілерде сухофруктылары ылғалды, жаңғақтарын іші көгерген, сондай жағдайлар менде кездесті. Сондықтан сіздерге кеңесім жабық павильондарда, базардан, яғни букет жасаймын десеңіздер, сатушылар сіздерге оптом бағасында, яғни бағасын түсіріп сататын болады. Сондай бірнеше поставщик тауып алсаңыздар, негізі өздеріңіз барып таңдап алған жақсы, себебі сатушылар все-таки онша еместеулерін салып жіберуі мүмкін. Бұл букеттерді қымбат бағада сату үшін сіздер, яғни ең жақсысын, қымбат, виді әдемі, сондай сухофруктыларды, свежий сухофруктыларды таңдап жұмыс жасағандарыңыз дұрыс қыздар. Сухофруктыларды жалпы қазір мен айтсам да, сіздердің ол естеңізде онша қалмайды. Мен сіздерге примерно сұраныстағыларын көрсетіп қазір айтатын болам, және оның сақталу жолы қыздар, сухофруктыларды жеке-жеке осындай контейнерлерде сақтағандарыңыз дұрыс. Қақпағы жабылу керек, және бөлме температурасында болар. Бөлме температурасы енді 17-18 градусқа дейін, қатты ыстық жерде емес, сондай қоңыр салқын жерде спокойно сухофруктыларыңыз ұзақ тұра беретін болады. Яғни контейнерде сақтаймыз, және бір-бірмен араласпау керек, жеке-жеке жабық ыдыста болуы керек қыздар. Ең жиі пайдаланатын сухофруктымыз бізде көбінесе байқаған шығарсыздар, розочкалар жасалынады, ол осындай манголар, листовой манголар сатылады. Примерно 2 000, 2,5 мың теңге шамасында, әнде бір пачкасы жарты килограмм. Және осындай төрт-пішті манголарда сатылады қыздар. Бұл бізде манго, чернослив, әдемі түс бергенге қолданамыз. Құрма, мынау королевский құрма, және обычный құрма да бар. Әртүрлі қылып араластырып композицияларыңызды жасай бересіздер. Қоңыр құрма да бар, королевский және аджуа құрмасы, чернослив сияқты қара түсте, оны да пайдалансаңыздар болады. Және сұраныстағы ең менің көп пайдаланатыным ол инжир. Өте богатый букеттерді күшті қылып ашатын болады. Целый күйінше салса болады, немесе осылай жартылай кесіп салсаңыздар, ішіндегі дәндері өте әдемі вид беретін болады. Және келесі нәрсе, ол бізде жасыл осындай киви, кептірілген киви, тоже әдемілеу, листары әдемі, ашық, сұрғы, яркий түстілерін базарға барып таңдап алсаңыздар қыздар. Және папайя осындай қызыл, сары түсі болады. Маған осы қызыл түсі ұнайды қыздар, осындай ұзын-ұзын болады папайя дегеніміз. Оны 3-ке бөліп букеттерге пайдаланамыз. Папайя, мынандай помело деген жеміс бар, жасыл түсті тоже. Кептірілген ананас қыздар. Кептірілген ананас. Және көп пайдаланатымыз өрік, бізде өрік, турецкий лимонка, немесе осындай құрғақ түсі, қанық түсті әдемі өрікті таңдап алыңыздар. Және бізде, мына жердегілерді айттым, осы сухофруктылар мен өте жиі, ең жиі пайдаланатын сухофруктыларды сіздерге көрсетудемін, және осындай контейнерде жабып пайдаланасыздар. Орехтердің түрлері грек жаңғағы, миндаль, арахис, бадам жаңғағы, макадами, сондай өздеріңізге жалпы сухофрукты сататын базарға барып, сухофрукты сататын жерге барып, өздеріңізге ұнаған заттарды аласыздар да, любой композиция жасай бересіздер, ал қыздар мен қыздар. Бірақ мен жиі пайдаланатындарым осылар. Өздеріңіз барып, танысып, көзбен көріп, сатушыдан сұрап, солайынан алғашында біз білмейтін негізі сухофруктылар өте көп, солайынан танысып, кейін ақырында практика жинайтын боласыздар. Бүгінгі сабақ түсінікті деген ойдамын қыздар. Ендеше сәттілік, келесі сабақта кездескенше.